Намаздың қараңыз, ішкі 6 парызы бар ғой, бұны біліп алу өте маңызды. Намазда тұрсыз, шатастыз, саху сәжде деген нәрсе бар ғой, соған қатысты айтайын. Егер намаздың уәжібі кем болса, онда намазда саху сәжде намазды толтырады. Саху сәждемен жаңа уәжіптің орны толады. Ал егер 6 парыздың біреуі жоқ болса, онда парыздың орнын саху сәжде толтырмайды. Кейбір кезде осы біздің білімсіздігімізден болады ғой енді. Тұрады да жаңағы парыздың бір орындалмай қалады ғой. Соңында ой деп саху сәжде істейді да. Дұрыс емес. Парыз кем ба, бұл намаз қайттан оқылады. А уәжіп кем ба, онда намазды саху сәждемен бітіресіз. Бұл намаз дұрыс болып саналады. Мысал үшін, құлақ қағу. Құлақ қаққанда Аллаху акбарды айту парыз. Одан кейін қиям, тіке тұру парыз. Қырағат, Құран оқу парыз. Фатиха сүресін оқу парыз емес. Оны оқу уәжіп. Қараңыз, егер сіз Құран оқымай рүкуға кетіп қалсаңыз, парыз орындалған. Егер Фатиханы оқымай, орнына басқа аят оқып қойсаңыз, онда намаз болады да, уәжіп орындалмағаны үшін соңында саху сәжде жасайсыз. Онда намаз дұрыс болады. Жаңа қырағат парыз, рукух парыз, сәжде парыз, соңғы отырыс парыз. Ат-тахиятты оқу парыз емес. Ат-тахияттың уақытындай отыру парыз. Ат-тахиятты оқу уәжіп. Егер осы уәжіптердің бірі кем болса, онда саху сәжде. Ассаламу алейкум деп барып, жаңағы ат-тахияттан кейін саху сәжде жасайсыз.